Короче, мынандай. Bunu alıp toplayan çıktı. Ben de сәлем мен kanalıma hoş geldiniz. Sizlerмен бірге мен Мөлдір. Біз уборка жасайтын боламыз общий комнатаға. И мен қазір кішігірім распаковка чек көрсететін боламын. Мен распаковка дегенде мен оны ашып қойғанмын бағана видеосыз. Типа оны мама келіп бере салды. Ой. Мен өзім тағы да почта баруым керек. Ол дегенде қазір вот осындай неге шыршаға осындай ілетін біреудің заказы. Кейінірек білесіңдер мен не істейтінімді. И осындай 4 адамдық память цепочка. И потом осындай 500 штук рулон наклейка. Рулон наклейка дегенде наклейка емес, бұл мынандай типа менен кім зат алды, соған осындай thank you, анауына. Короче, спасибо за покупка. Ма бір нәрсе қазірім осындай келді. Типа кім алды осындай наклейкада кәдімгі былай аламын да соған жабыстырып берем. И сосын менде осындай чехол келді. Тоже біреудікі. Ну, бұл бүтілі пакетикпен кетті. Мен бұны қазір ашамын. Бұл бізде iPhone 13-ке чехол біреудікі. Біреудікі дегенде мен сондаймын. Андай типа сондай бизнес жасаймын депші. Осындай розовый түсті iPhone 13-ке чехол. Мен өзімде пакетиктер бар дейді. Короче, өзім пакетиктерге салып берем. Еще осындай сыртта. Осындай. И потом менде не бар? Тани келбеді. Менде мынандай бір нәрсе келді. Оның ішінен как көрсетем. Мынандай келді. Короче, мынау вообще Type-C-дікі, мынау ортасында тұрған қарасы. Вот осы келді. Типа бір жағы Type-C, бір жағы осындай. Мына кіребет бізде тек менде адаптер бар, и басқа ана екі адаптер бар, оның бәрі уже өзден, короче, әркімде өзінде бар, тек Фатимада жоқ болғаннан кейін мен Фатима просто так анандай заказ бере салам. Ой, тырнағым бағана. Короче, ода адаптер жоқ. Мен осындай заказ бердім 250 теңгеге. Бір жағы Type-C, бір жағы осындай. Типа ол менен зарядка енді алмайды деген оймен. Қазір мен осы шашымды түйіп алып, потом уборка жасайтын боламыз. Қазір мен переход түсіріп жүрмін. Типа, бірінші мен осы жақта жинауым қажет қой. И типа мен былай істеймін, бүкіл болып кетеді, ыдыс-жуамын, потом общий жинаймын. Типа, жай осылай жинап тастамын депші. Мен 30 минутта кетеді, мына жақта бірінші. Короче, осыны бүкілін жинап болғаннан кейін тағы переход. Типа болды. И все. Ойбай, ебать болып тұр ғой. Аспан бізде көктем болып тұр, короче, бізде. Теп жылы жел ұрып. Мен заттан келді, но біреуі жоқ. Ең важный емес, орташа важный. Ой, короче, бір затым жоқ. Біреуі осына кішкентай. Мен соқта затым бүкіл іздеп, ішіне бірге сап жіберуден мүмкін. И соның бүкілін ашып көргенмін, но негізі өзім канцелярский ножикпен әлі ашам деп ойлаймын. Но телефоннан жаңа ашылмаған. Бірінші бізде 16 штук бар. 16 штук пилка. Мына не сізге бұл сыйлық ұнайды деп үміттенемін. Так түсінбедім. Just for you. Наклейка емес па? Не екен білсеңдер, неге жаз кетіңдерші комментарияға. Сізге бұл сыйлық ұнайды деп үміттенемін, мүмкін деп қойды. Не деп алдым. Мына бізде біреудің цепочка наборы. Біреудің өзіне сатып алды. Oh my god.
роза түсті. Ойбай, қанша штук. Короче, надо клевер. Мен біреуде қанша штук бар. Ойбай. Короче, санап көреміз. Осындай клевер. Мен башпаға өте қызыл заттар бар, күтіңдер. Но не делайте примерно подсказка. Это енді мынаны ашамыз ба? Шием салатын. Короче, мен новый бүкіл заттар заказываем, мына пакетке сондай заттар. Как и оларды зор нәрсесін тастап жүр. И келесіңізде он штук осындай пакетик. Типа мен подаркілерді оралға заказ берген. Короче, осындай пакеттер қазір қаптаймыз подаркілерді. Бұл бізде мен мысшығыма подарка Новый годқа. Ойбай, чё за? Ну, осысын заказывать берем. Ну, короче, мама заказывает 60 теңге ма тұрады. Ойбай, қайда алып тұрсыз, короче, білмеймін. Мынаны қараңдар. Ойбай, менікі емес бұл папаға. Папа сияма? Ема. Бұл, короче, папаға футболка. Новый годқа футболка, да? А мына мамаға. Ойбай. Ой, қорқып кеттім ғой. Ішінен да клёнка шықты. О, нормально. Ақ түсті просто так футболка размері қандай? Жазылмапты. Бүкіл истиранда Қытай өзі. Қанша штук носки бір? 10 штук носки. Ой, 10 штук носки парлармен. Ой, 5 штук носки парлармен. Ақтан екеу, қарадан екеу, сырдан біреу екен. Носкилер ғой. Уже задавал монетки. Но ссылочка на вор. Галстук. Уже болды. Қазір мен подаркілерді қаптайтын боламын. Нем бәлі әрқайсы әртүрлі жатыр. Галстук. Қазір енді қаптарды не істейміз, типа қаптаймыз. Осындай пакеттен
размер нормально. Мен примерно 1000 теңгеге алғам. Бірінші біз осындай пошанайдың затын қаптаймыз. Қалай қаптасам болады дейін. Ойла, мен шатастырып алуым мүмкін ғой. Короче, мынандай. Бұны әлі толып біткен жоқ. Осындай. Осындай. Пошанайдың кейін контур. Бұны анау наяқтарына типа аттан жазып қоятын бар. Бұның үстіне не бар деп ойлайсыңдар? Бұл Зәуре деп тұр маманкам. Бұны тоже Зәуре деп тұр маманкам. Дәу. Маяқта не деп тұрған көрсетпей қойын. Бұған 2 сылам кеме алды. И камынашыне распаковкачек жасайым. Бағана бір 15 минутын скотчты іздеп тура видеоға түсіретін кезде тауып алдым. Бұнашыне распаковкачек. Бұл күнге беретін білмеймін әлі. Осындай розбюш крабик. 150 теңгеден. Осындай. Татировка. 2 наклейка. Болды. Осыны кімге береміз? Кімге берсем болады? Любой біреуге берем. Фатимаға берейін десем аз болып қалама, ішіне не салып жіберсем болады. Бере берем маған бәрі. Өстеген Фатимаға берем деп шештім. Негізінен басқа біреуге берем деп жасам, ол ұнамай алды. Ойла. Негізі басқа бұны бермейтін, бұны сата саламда ноқтын ой болып тұр. Сата саламда өзім басқасын істейм ба білмеймін, короче. Көрем ол уақытысында. Камераны упаковка білеймін. Достар, менің подаркілерді қаптап болдым. Но мен пошанай деген, пошанай деген мышым. Мұның ішінде примерно әдемі ішінде не бар екен. Потом, короче, мұның назекеге қосақсап екені алмаған, короче, нәсе. Зәуре, Нұрбол, Зәуре. Но білмеймін әлкім өлдік деген. Зәуре, огромный деген. И мұна тоже Зәуре. Мұна тоже Зәуре. Болдау. Вот қаландары басқалады кам. Қалай шықты. Мен бұны әрең дейіні жасап болдым. Скотчы жалды пресемінде, бірақ мынандайлар қалып кетті. Мен бұл өзі бұлар қалмайды деп ойлағым. Мұнан мен примерно 1000 теңге саталам Тимудан. Нормально. Мен итог ол подаркілерді бергенмен жаңа жылда бүгін бізде 29-да әлі күн бар. И соларда бергенімді де видеоға түсіретін боламын. Мен каналыма тіркеліп қойыңдар. Всем пока!